мынау тақырыпты жақсы көрген екенсіз, ел баласы деген. Әкемнің сөзі бар, ата-анаңның ғана, әкеңнің ғана баласы болма, елдің баласы бол деген, сонымен тәрбиелеген. Написали, что-то, и председатель городского совета ветеранов, общество казахов, это все такое дело. Это не от того, чтобы мне делать нечего, это от того, что меня так воспитали. Это мои педагоги. Они говорили, не будь сыном только своего отца, будь сыном своего народа. Бүгінгі кешіміздің құрметті қонағы, қоғам қайраткері, жастардың жанашыры, ел дамуына елеулі үлес қосқан азамат, қонақ Тайшын Жангелдіұлы Ақпанұлы. Қол шапалақтасаңыз. Институтын тіл факультетін бітірдім. Енді 45 жылдық педагогикалық өтілім бар. Ұрпақ тәрбиесіне, мысалы, әркім бара бермейді. Ұрпақ тәрбиесіне бару үшін өзіңде сондай деңгейде болуға тиіссің. Одан басқа да қызметтестерді біздің заманымызда ер адамдарды ол тек қана мұғалім емес, басқа да қызметке шақыратын комсомол деген білесіздер, сол райком комсомолда істедім. И знать историю. А как это возможно? Возможно только когда вы обогащаете свои знания, читаете, как говорится, книги, газеты, воспоминания наших ветеранов. Так что учитесь, так что познавайте мир, познавайте науку. И вы только тогда станете, как говорится, настоящим гражданином своей страны. Жить нельзя той маленькой, как говорится, своим интересом. Құрметті Жангелді Ақпанұлы, сізге ел баласы көшбасшылық жобасы аясында өткізілген іс-шараға қатысу үшін оқушылар сарайы әкімшілігі атынан сіздің алғысымызды білдіреміз. Сіздің өміріңіз бір ұлттың үлгі болып қана қоймай, қазіргі тәуелсіз елдің іргесін бекітуге үлес қосқаны үшін қоғамдық қызметте белсенділігіңізге алғыс айта отырып, кәсіби қызметке шығармашылық табыс тілейміз. Және осындай кубок үйіңіздің бір бұрышында орын табылса, емблемасымен ел баласы перед внуками, да.